Бұл жерге жылына 10 мыңнан астам турист келеді екен. Ол дегеніміз Қазақстанның ішкі туризмінің күн санап өсіп келе жатқандығы. Бұл Қазақстандағы Лапландия инвестиция және даму бағдарламасы Бурабайда. Қазақстандық Лапландия бірегей ертегі қалашығы. Бұл жерде балалар қиял ғажайып әлеміне еніп, Аяз атаның өзімен танысады. Есіктен кіргеннен бізді атаның көмекшілері эльфтар қарсы алып, Санта тұратын үйдің әр бөлмесімен таныстырды. И мы с вами оказались в Египте. Біз ежелгі Мысыр еліне тап болдық. Назар аударыңыз. Сол жағыңызда Мысыр пирамидалары орналасқан. Олар жайлы екі аңыз бар. Бірінші аңыз пирамида бейнесінде үлкен бидайдан жасалған тау үйіндісі болса, екінші аңызда пирамида пішінді үлкен бәліш болған екен. Негізі Египеттен 118 пирамида табылған. Біз сонымен Египет пирамидасын тамашаладық. Обнаружено 118 пирамид. Итак, мы с вами побывали возле египетских пирамид и продолжаем наш путь. Пойдемте. И навстречу нам встречаются одногорбые верблюды или дромедары. Ал енді қызықты саяхатымызды одан әрі жалғастырайық. Жүріңіз. Біздің алдымыздан бір өркешті түйелер кездесті. Жалғыз өркешті түйені дромедар деп атайды. Дромедарлар шөлді мекен етті. Ал біз дромедарлармен Сирия елінің Дамас қаласына келдік. Мұнда бейбарыс сұлтанның кесенесі тұрғызылған. Кесененің салынуына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мұрындық болды. Міне біз әлі де Сириядамыз. Саяхатымызда біз сфинксті көреміз. Сфинкс бұл ежелгі Мысырда адам басты жатқан арыстанның тастан жасалған мүсіні. Сфинкс мүсіні ғибадатханалар маңына қойылған. Енді біз ғибадатханадан өтіп, қызықты саяхатымызды жалғастырайық, ал бізді Европа күтіп. А теперь давайте дружненько пройдем через это святилище, немножко осветимся с вами и попадем в следующий портал. Осылайша, әлемнің әр кереметімен таныстыра келіп, қалыптасқан ішкі тәртіп бойынша Аяз атаға хат жаздық. Напишите, как вас зовут, сколько лет, с какого города, затем пишите свое желание или пожелание на этот год. В конце можете поставить сегодняшнее число и подпись, чтобы ваше письмо было официальным. Сантаға хат жазып болдық. Енді Сантаның арнайы мөрін соғуымыз керек. Теперь ваше письмо закидываем в барабан. Держите бубен и ударяйте 3 раза, чтобы Санта услышал о вашем оповещении. Түсіндіңіздер ғой, Санта есту үшін 3 рет ұруымыз керек. Раз, два, 3. Ура! Молодцы! Ақыры келгеннен кейін тек хатқаны жазып кетпей, Санта атайдың қалын біліп, амандасып кеткенді жөн санадық. Здравствуйте, гости, проходите. Ассаламағалейкум ата. Здравствуйте. Рассказывайте, как вас зовут? Думан менің атым. Жаңа жылдың адам ретіндегі бейнесі шынайы өмірде жоқ екені ешкімге құпия емес. Алайда жаңа жылдық сиқырлық пен таңғажайық атмосфераны толықтай жеткізу үшін кейбір елдерде Аяз ата мекені жасалған. Әлем бойынша ең кең танылғаны Финляндиядағы Лапландия мекені. Санта Клаус ауылы атауымен белгілі. Сол жер Санта Клаустың ресми мекен жайы болып саналады. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасында туризмді дамытуға арнайы бағыт бар. Бағдарламада қойылған мақсаттарға сәйкес мемлекет іскер топтармен бірігіп, еліміздің барлық облыстарында туристік инфрақұрылымды белсенді қалыптастыруда. Универсиада болады. Біздерде Қазақстанда экспо болады. Бұл событийный туризмге деген байланысты. Сол арқылы біздер ойлап отырмыз, 1-2-3% деп ВВП-дан өсіруіміз керек. Біз сол 5-6 жылдың ішінде соны жоспарлап отырмыз ВВП-дан. Себебі туризмнің мағынасы неге дамытуы керек? Себебі деген бұл туризм саласы тек қана өзі емес, ол деген смежный деген тағы басқа 53 отрасль деген жұмыс жасайды. Жаңағы турист келсе, оған деген тамақ жасау керек, ресторанға нету керек, гостиницаға барады, такси алып барады. Соның бәрі деген 53 отрасльға байланысты. Мемлекетіміздегі туризм индустриясының дамуына үлес қосқан әлеуметтік экономикалық саяси жобалардың бірі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен күшіне енген Қазақстан Республикасының мәдени мұра бағдарламасы. Туризм дамыту концепция 2020 жылға дейін бар.
Ол концепция бойынша біздер деген 6 кластер деп отырмыз. 6 кластер туризмнің алынып отыр. Жаңа Алматы, Астана, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақмола облысы, жаңа Щучинско-Боровская курортная зона деген соны алынып отыр. Соған байланысты біздер деген Щучинско-Боровская курортная зона деген жоспарлап отырмыз. Пландарын қазір деген 3-ші этап нетіп отыр. Сол қалған 5 жаңағы кластер бойынша біздерде жоспарлап отырмыз. Туризмнің дамуы мультипликативтік нәтижені қамтамасыз етеді. Қонақ үй, сауда, қолөнер және басқа да бизнес түрлерін дамыту осы туризмнің дамуына тәуелді. Қазақстандағы туризм саласының күйі жайлы біраз ақпар бердік. Бурабайдағы серуенді жалғастырайық. Лапландия ішін көрдіңіздер. Ал сыртта таза ауа аясында келушілерді бұғы жегілген шана күтеді. Бұғы жануары ертегілер елінде Аяз атаның балаларға сыйлық апарушы көлігі болып саналады. Сантаның бұғылары. Мұнда келген әр қонақ бұл шанаға отырып қыдыра алады екен. Біз де көрейік. Ресейдің Надым деген жерінен әкелінген бұғылар. Бастапқыда бұл жануарлар біздің елдің табиғатына үйренуі қиынға соғыпты. Қазір олардың Қазақстанға келгеніне 4 жыл болды. Тіпті биыл бұйырса, алғашқы төлінде көргелі отыр. Мал өсіретін сол жемге үйреттік. Ағаштың ішінде өсетін мүк көбісі жейді. Осы 3 тамақтар осы Қазақстанның жерінде әкелгені біз білетініміз 3 тамағын жерін жейді. Неше бұға кемедіңіз? Бізде негізі 5 бұғы. Осы катайттауға 2 ғана пока. Жегіп өзіміз нет жүрміз. Үңгөйлері пока неде. Сосын Алла жаса, уже қысқа қарай, декабрьдіңда, Новгородта уже бүкілі осында болды. Жоқ, бізде ондай, міне, только міне әкелдік. Биыл аламындық болсақ, көктемде төлдерін көрейін деп отырмыз. Мынау аналық, е? Иә, аналығы осы. Буаз ба қазір? Қаз буаз осыдан, енді біз аламандық болса, осыдан не көрейік деп отырмыз, төліні. Ал мынау сібірлік хаскилер Мәскеуден әкелінген. 5 жыл болды Бурабайда арбаға шегіліп жүргендеріне. Қазір хаскилерден күшік алуда. Порода сибирских хаски, завезенные к нам с Москвы. Бұлар жұмысшы иттердің тұқымы. Жаттығулар олардың бойларына біткен деп айтуға болады. Олар осындай жұмысқа арналған. Ішіндегі ең үлкені Азул. Ол 14 жаста. Ал күшіктер 1 жасқа толған соң жұмыс істей бастайды. Развлекают. Лапландияда қысқы серуеннің барлық түрі бар. Шаңғы, шана, коньки, тіпті келемдеушілерге квадроциклдерде қызмет көрсетуге дайын. Біз өз жалпы барды бағаламайтын халықтардың қатарындамыз негіз. Демалыс десе шет ел асып, мұхит асып, бір басқа жаққа кетіп қалған жақсы көріп тұрамыз да. Негізі шын мәнісінде Қазақстанның өзінің ішкі туризмі да қазір көптен көшілгері деп айтуға болады. Осы жерге демалып жатқанымызға бір 2 күндей уақыт болды, міне іш пыстырмайды. Қысқы демалысты қайда өткіземін деп ойын сан-саққа жүгіртіп жүрген көрермендерімізге қазақстандық Лапландияға келуге кеңес береміз. Бүгінгі ішкі туризмді танытуға арналған бағдарламамыз осымен тәмам. Аптайын алып келгенше аман сау болыңыздар ағайын.